Алашорда көсемдері. 19 ғасырдың аяғында қазақ халқын саяси жағынан қайта түлету қажет екенін айқын түсінген қазақ зиялылары қалыптаса бастады. Қазақ зиялылары арасынан елжанды саясаткерлер шықты. Олар көрнекті ғалымдар, жоғары білімді адамдар еді. 20 ғасырдың алғашқы ширегін саяси күрестер мен рухани қайта өрлеу кезеңі деп айтуға әбден болады. Бұл кезде саяси күрес сахнасында өзінің ұлтын сүйген экономика, құқық, тарихы мен теориясын терең меңгерген қазақ оқымыстылары Алаш партиясын ұйымдастырды. Алашорда үкіметін құрды. Алашорда көсемдері Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Әлімхан Ермеков, Халел Досмұхамедов және тағы басқа. Алашорда үкіметінің 15 мүшесінің 14-і жоғары білімді еді. Кеңес үкіметінің құрамындағы басшылардың өзі мұндай деңгейге жеткен жоқ. Алаш көсемдері мен саясаткерлері гуманизм принциптерін ұсынды. Олар бүкіл қазақ халқының мүддесіне қызмет етті. 20 ғасырдың 30 жылдарында саяси қырғын басталды. Кеңес үкіметі алаш көсемдері мен өкілдерін түгел қырып жойды. Олардың мұраларын қолдануға қатаң тыйым салды. Бұл адамзат тарихындағы ең ауыр әрі қасіретті репрессия кезеңі деп аталады.